Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Торттың бетіне арналған шоколадты шариктерді жасайтын боламыз. Осылай мен ақ глазурды шоколадты пайдаландым. Енді осыны мен водяной баняда қайнап тұрған ыстық суымызды осылай кесеге құйып, кондитерлік мешокқа шоколадымызды салып, осылайынан екі бетін қойып отырып, шоколадымызды ертіп аламыз. Микроволновкада ертіп алсаңыздар да болады. Мен осыны водяной баняда ертіп алдым. Барлығы толығымен еруі қажет. Осы ерігеннен кейін осы осындай үш түрлі формамызға салып шоколадтарымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен осындай басын кішкене кесіп аламыз, дайындап алатын боламыз. Осылайынан шариктерімізге қатты толтырмай, жартысынан сәл төменірек етіп құйып шығатын боламыз. Осы құйған шоколадтарымызды шай қасықтың көмегімен осылай айналдырып отырып, бір келкі етіп алатын боламыз. Ашық қалып кетпеу қажет. Қазір үстінен тағы да шоколад құйып, осылайынан бір келкі етіп алатын боламыз. Ашық қалып кетсе сынып кетеді. Сол себепті осылайынан барлығына кішкене шоколад құйып, осылай бір тегіс қылып алдым барлығын. Енді осы үш түрлі формамызға осылай шоколадтарымызды құйып, дөңгелетіп, бәрін бір келкі етіп аламыз. Холодильникте 20-25 минут қойып қатырып алатын боламыз. Барлығын осылайынан дайындап қатырамыз. Менің каналыма тіркеліп, парақ тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына шейін қарап, сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Осылайынан барлығын жасап аламыз. Шоколадтарымызды енді холодильникке салып қоямыз. Міне холодильникте 20 минут тұрды менде шоколадым. Осылайынан сындырып алмай, силиконовый формамыздан барлық шоколадтарымызды осылайынан алып шығатын боламыз формадан. Мінеке барлығы бір келкі болып шықты. Үш түрлі формамыздың осындай шоколадтарымызды шешіп алдым. Енді осыны бір-біріне жабыстыратын болам шоколадтарымызды. Ол үшін бізде осындай қайнап тұрған кесемізге ыстық су қойып, үстіне тарелка қойып, осылайынан дөңгелетіп отырып, бір-біріне жабыстыратын боламыз. Еріген шоколадтарды осылай ертіп аламыз. Басты бөлігін осылай дөңгелек етіп, барлық шоколадтарымызды бір үстіп жабыстыратын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады бұл шоколад. Торттың бетіне әрлеуге қойсаңыздар өте әдемі көрінетін болады. Кез келген торттың бетіне әрлеуге жақсы кететін шоколадты шариктеріміз. Енді осыны менде кондурин, серебристый кондурин пайдаландым. Осыны кішкене пакетке қойып, болмаса щеткамен жағып шықсаңыздар да болады. Маған өте осы ыңғайлы, пакетке салып айналдырған, барлық жеріне толығымен тиіп, осылайынан боялып шығатын болады кондуринмен. Барлығын осылай бір келкі етіп бояп алдым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте әдемі болып шығады.